Білімді ұлт, сапалы білім беру ұлттық жобасы аясында мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың қолжетімділігін және сапасын қамтамасыз ету біздің басты мақсатымыз. Мақсатқа қол жеткізу үшін алға қойған міндеттерім білім беру қызметінің мазмұнын жаңарту және педагогикалық технологияларды жетілдіру. Педагог қызметкерлерге олардың кәсіби, жеке және мәдени дамуында көмек көрсету. Бөбекжай бақшамызда әртүрлі жұмыс формалары мен инновациялық технологиялар кеңінен қолданыс табуда. Зерттеу әлемі тақырыбында тәрбиешілер табиғи нысандарды бақылау және эксперимент жиынтығы туралы мағлұмат жинақтап, күнделікті іс-тәжірибе барысында тиімді қолдануда. Нәтижесінде мен зерттеушімін республикалық байқауының аудандық кезеңінен бас жүлдені иелендік. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды дамыту моделіндегі міндеттердің бірі инклюзивті білім беру мәселесі өзекті болып отыр. Сондықтан біз балалардың дамуы үшін жағдай жасауымыз керек. Ақылды айна, құм салғыш, лого-бокс кешендері балаларды дамыту және түзету барысында бүлдіршіндермен жұмыс жасауға өте қолайлы. Жас мамандардың үздіксіз білімін жетілдіру қажеттіліктерін қалыптастыруда үнемі кездесулер өткізіледі. Нәтижесінде жас мамандарымыз аудандық семинарларда өз іс-тәжірибесімен бөлісіп алғыс хатқа ие болды және де аудандық менің әдістемелік қобдишам сырттай байқауына қатысып бірінші орынды иеленді. Оқуға құштар балабақша жобасы аясында балабақша бүлдіршіндері жеті ойыншық кабинетіндегі кітап бұрышына барып, түрлі кітаптарды тамашалайды. Топ бөлмелерінде ата-аналармен бірге кітап сыйла акциялары ұйымдастырылып, кітап бұрыштары безендірілді. Аудандық менің сиқырлы бұрышым сырттай байқауынан бас жүлдені иелендік. Үлгілік оқу бағдарламасы міндеттерінің бірі қазақ халқының ұлттық құндылықтарына, отаншылдыққа, мәдени әлеуметтік нормаларына баулу болып табылады. Осыған орай балабақшада ұлттық ойындарды күнделікті қолданудамыз. Нәтижесінде республикалық мектепке дейінгі ұйымның үздік педагогі байқауының аудандық кезеңінен бірінші орынды иелендік. Мұғалжар ауданы білім бөлімі әдістемелік кабинетінің құзыреттілік орталығының жұмыс жоспарына сай, бөбекжай бақшамызда мектепке дейінгі ұйым және шағын орталық тәрбиешілеріне іс-тәжірибе алмасу мақсатында озат тәжірибе ортақ іс тақырыбында аудандық семинар өткізілді. Құзыреттілік орталығының жұмыс жоспарына сәйкес Көтуар Батыр атындағы негізгі мектеп бөбекжай балабақша кешені мекемесіне әдістемелік көмек көрсету мақсатында бөбекжай бақша педагогтарымен бірге іс-сапарға барып, құжаттарды толтыру жұмыстары түсіндірілді. Оқу жылының соңында жеке кәсіби өсу картасын толтыруда өзін-өзі бағалау арқылы балабақшаның үздіктері айқындалады. Әдістемелік жұмысымызды зерделей келе, педагогикалық мониторинг көрсеткішінің өсу динамикасын байқауға болады. Бүгінгі таңда ата-аналар мен балабақша арасындағы ортақ мәселе бала тәрбиесі екені баршамызға мәлім. Осыған орай бөбекжай бақшамызда ата-аналар мен аналар, әкелер, әжелер мектебі құрылып, түрлі іс-шаралар ұйымдастырылады. Нәтижесінде анам әжем және мен республикалық сырттай байқауының аудандық кезеңінен белсене қатысқан үшін алғыс хатпен, республикалық шебер әке өнерлана еңбекқор бала сырттай байқауының аудандық кезеңінен 3-ші орынды иелендік. Сонымен қатар ата-аналармен ашық есік күндері, спорттық сайыстар, тренингтер, мерекелік іс-шаралар, ата-аналар жиналысы өткізіледі. Педагогтың кәсіби өсуінің дамуы нәтижесінде ата-аналармен жұмысты үйлестіру барысында бүлдіршіндеріміздің даму деңгейі айтарлықтай жоғары көрсеткіште. Қорытындылай келе, өзімнің әдіскерлік қызметімнің тиімділігін төмендегідей талдап сіздерге ұсынамын.